Далай Ламаның 8 тамаша цитаты. Қайғы рухани жетілудің бір бөлшегі. Кейде өмір бір есікті жабады, ары қарай қимылда дегені. Бұл жақсы, себебі кейде жағдай мәжбүрлемесе алға жүрмей қаламыз. Басыңа күн туғанда еш қайғы мақсатсыз берілмейтінін ескере жүр. Қайғы сыйлаған нәрседен тебілу керек, алайда сол жағдайдан сабақ түйе білген абзал. Күресіп жүрсең, бұл сәтсізге ұшырағаныңды білдірмейді. Зор жетістіктің бәрі лайықты күрестің болуын талап етеді. Жақсы нәрсеге уақыт кетеді. Төзімді, сенімді болып қала бер. Бәрі жақсы болады. Бір сәтте өзгермесе де, ақыр соңында бәрібір жақсы бітеді. Қайғының екі түрі бар. Жаныңа дерт сыйлайтын және сені өзгертетін қайғы. Өмір жолында қайғыға қарсыласа бергенше өзіңді дамытуына көмектес. Өмірде бәрі уақытша. Жаңбыр жауғанда оның түбінде бір тоқтайтын білесің. Біреу қайғы сыйлағанда жан дертің бәрібір жазылады. Түнектен кейін бәрібір күн шығады. Күн мұны таң атқан сайын ескертіп тұрады. Алайда көбінесе түн мәңгілікке қап кететіндей көреміз. Олай емес, ештеңеде мәңгілік емес. Егер дәл қазір бәрі жақсы болса, соның рахатын көріңіз. Бұл да мәңгі жалғаса бермес. Бәрі жаман болса, қапаланбаңыз. Бұл да мәңгі емес. Өмірдің қазір қиындап кеткені күлуге болмайды деген сөз емес. Бір нәрсе мазаласа, бұл күлмеу керек дегенді білдірмейді. Әр сәт жаңа бастама мен жаңа аяқталуды сыйлайды. Секунд сайын екінші мүмкіндік беріледі. Соны пайдалан. Қобалжу мен шағым ештеңені өзгертпейді. Бәрінен көп шағым айтатындар көптің соңында қалады. Ештеңе істемей жетістікке жетем дегенше, ауқымды іс бастап көріп, сәтсіздікке ұрынған жөн. Жеңіліп қалсаң да ештеңе бүліне қоймас. Егер айтарың шағым ғана болса, міне сонда бәрі біткені. Егер бір нәрсеге сенсең, жалғастыра бер. Ақырында не болатынына мән берме. Шын бақыт бар қиындыққа шағым айтуды доғарып, басыңа түспеген жамандыққа алғыс айтқан кезде келетінін ұмытпа. Тыртықтың бәрі күш қуатының белгісі. Өмір салған тыртықтан еш ұялма. Тыртық деген жара тартылды. Қайғы жоқ дегенді білдіреді. Қайғыны жеңдің, содан алған сабақты көңілге түйдің. Бұрынғыдан да мықты болдың, алға жылжыдың деген сөз. Тыртық деген жеңістің татуировкасы. Тыртық сені тұтқынға алмасын. Қорқынышпен өмір сүруге міндеттемесін. Тыртықты күш қуаттың белгісі деп қарастыр. Әрбір кішкентай шайқас алға бір қадам. Өмірде төзім күткеніңе тең келмей жатады. Төзім тек жақсы көңіл күйді сақтауға, арманыңды жүзеге асыруға көмектеседі. Сондықтан жаңа нәрсені жасап көргің келсе, ақырына дейін бар. Әйтпесе ештеңе бастап керек емес. Өзге адамдардың жағымсыз реакциясының саған қатысы жоқ. Жаман нәрсе қоршап тұрғанда өзіңе сенімді бол. Өзгелер жеңіп кеткісі келіп тұрғанда күліп тұр. Бұл өз құлшынысыңды қолдаудың бір түрі. Өзгелер сен туралы жаман айтқанда, өзіңнің болмысыңнан айныма. Өзгелердің әңгімесі сені өзгертуіне жол берме. Жеке басқа қатысты болса да, барлық дүниені жүрекпен қабылдауға болмайды. Адамдар бәрін сен үшін жасап жатыр деген ойдан аулақ бол. Олар өзі үшін бірдеңе істеп жатқаны ғой.
болатын дүние болмай қоймас. Айғайдан, шағымнан бас тартып, күліп қарап, өмірді бағалағанда күш-қуатқа ие боласың. Әр күресте жасырынған бір жақсылық бар. Тек соны жүректі ашып, ақылмен түсініп, көкірек көзімен көре білсең болғаны. Басқа түскен әр құбылысты өздігіңнен болдырта алмайсың. Тек тырысып көре аласың. Белгілі бір сәтте жағдайды уыстан шығарып болуға тиістіні болдыртуға еркіндік бересің. Қозғалысты жалғастыра бер. Ашулануға қорықпа. Тағы да сүйіп қалуға қорықпа. Жүрекке түскен сызаттың тыртыққа айналуына жол берме. Қуат күн сайын үдей беретін естен шығарма. Батылдық деген ғажап екенін түсін. Жүрек түкпірінен өзгені күлдірте алатын нәрсені тап.